Барлығыңызға қайырлы таң. Бізде таңғы сағат 5, ал күн уже осындай жап-жарық. Біз қазір марафонға дайындаламыз. Мына күн күшті әдемі түсіп тұр екен. Обязательно таңғы ас, өйткені маған қазір күш керек. Және бір жағынан таңғы ассыз мен жүре алмаймын екен. Асқазаным не позволяет дейінші. Бүгін сағат 9-ның өзінде дала 20 градус болып кетейін деп тұр, өте ыстық болайын деп тұр. Сол үшін SPF жағамыз. Көбірек жақпын деп тұр, өйткені бір жарым сағаттай, бір сағаттай жүгіреміз. Соңғы 2 күн қалғанда кішкене салқын қалып, бәрі жақсы сәтті өтсе екен. Сол дистанцияны жеңіл алып шықсам екен деп ішімнен тілеп отырмын. Румянаны көп жақын келіп тұр, өйткені марафонға негізі көбіне жаңа айтқандай әдемілеп барады. Беттеріне күшті блеска жағып алатындар болады, неше түрлі прическа, әдемі киіммен жүгіретіндер болады. Мен жалпы сондайларға қызығамын. Румяна жаққасын кішкене өңгерген сияқты. Мен дейтін мына телефонның несінен қырық қоя беремін. Негізі мұнайыққа қарау керекпін ғой сіздерге. Осылай менің макияжым дайын, енді киінеміз. Жеңілсіп кидім, өйткені бүгін ыссы болады. Үйден жаттығу жасап үлгермедім, сол үшін барғасын жасаймыз. Километр. Бетім қызарды. 8-ден астық. Қазір демалыс, концертный программаға дейін уақыт бар. Мен өзіме сэндвич пен кола алып, кішкене демалып отырамын. Сосын уже концертный программаға барамыз. Видеода көріне ма білмеймін, бірақ бүкіл Астана бойында тополиный пух ұшып жүр. Мен қазір жалғыз өзім паркте сэндвич жеп отырмын. Мен мына жақта әлі жүгіру бойынша таныс таппадым, сол үшін өзім келдім. Мені күтіп алуға тоже ешкім жоқ. Өйткені балдар кішкентай деп қайсар өзі алып келе алмайды. И то таңертең бұйырса жүгіретін орта табу керек. Енді сцена жаққа қайтып бара жатырмын, қазір концерт болу керек. Мен сіздер сияқты күшті емеспін, сіздер сияқты болғым келеді. Қалай сіздер бүгін ерте тұрып алып, осыншама қашықтықта жүгіріп, мына жерде жеңімпаз деген медальдарыңыз бар. Сіздерге мен қатты қызығам, сондай тамашасыздар. Бақытты болыңыздар. Бұл әлем сондай, өзіңнен алмай. Осылай марафонда өтіп кетті, мен үйге келдім. Сол концертте шыққаннан кейін мен телефоным отырып қалды да, мен үйге жаяу келдім. Сол себепті
шаршаңқырап тұрмын. 10 километрдің үстіне тағы 10 километр жаяу жүрген сияқты сезім болып тұр. 10 километр жүгірген мен қатты қуанып тұрмын. Бұл өзіме дәлелдеу болғандай болды. Менің мықты екеніме, әлі де сол баяғы күшім барына, және де алдағы уақытта мол жетістікке жете аламын деген сияқты сенім менде орнады. Аллаға шүкір, осы 10 километр дистанцияны өзінің берілген уақытына сыйғызып, сол уақытқа үлгеріп мен жүгіріп келдім. Осы қалыпты жоғалтпай, мықты өзімді қалыптасуда жолымды жалғастырамын деп ойлаймын. Барлықтарыңызға, менімен болғаныңызға үлкен рахмет. Келесі влогтарымды көру үшін келіп алыңыз. Алдағы уақытта мен осы фитнес-студияға, яғни бачата, зумба, пилатесқа барғаным жайлы айтатын боламын, көрсететін боламын. Және де менің атымнан Селдерей фитнес-клубына баратын қыздарға 12% жеңілдік беріледі. Сол себепті де егер Астана қаласында сізге қызық болса, онда менің атымнан барып 12% жеңілдікке, абонементке ие болсаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет. Пока.